Сәлем достар, бүгін америкалық панкейктің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті 2 жұмыртқа, мен сарысы мен ағын бөлек ыдысқа орналастырдым. Разрыхлитель керек болады, қант, май, сұйық май, тұз және де ұн қажет болады. Бірінші жұмыртқаның сарысына тұзымызды, қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң үстіне сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Сүт міндетті түрде бөлме температурасында болу керек. Ол панкейктердің жақсы көтеріліп пісуіне әсерін береді. Одан кейін біз содан соң 1 шай қасық разрыхлитель, сұйық майымызды және де ұнды қосып, жақсылап тұрып араластырамыз. Жұмыртқаның ағын бөлек миксермен пенкаға айналғанша жақсылап тұрып араластырамыз. Сосын оны алдын ала дайындалған тестамызға салып, жақсылап араластырамыз. Мен табаның ішін кішкене ғана майладым. Тестамыздың бетіне осылайынан шариктер шыққанда, келесі бетіне аударып, тесталарды осылайынан пісіріп шығамыз. Міне біздің панкейктеріміз дайын болды. Дәмі енді өте керемет болып шықты. Таңертең үстелге ұсынсаңыздар болады. Менімен бірге аяғына дейін болғандарыңызға рахмет. Маған лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.